Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздермен кез келген адамда идеально шығатын сырники дайындаймыз. Ол үшін құрамына кіретін сүзбе, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық құмшекер, 2 ас қасық ұн барлығын бірден араластырамыз. Егер тәтті болғанын қаласаңыз, құмшекерді көбірек қоссаңыз болады. Жалпы сырники пісірудің құпиясының барлығы сүзбеде жатыр. Сүзбенің суы көп болса, былшырап кетеді. Сондықтан сүзбенің жақсылап суын кетіріп, сүзіп алған дұрыс. Массамызды жақсылап араластырғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөліп ұнға аунатып формасын шығарамыз. Менде бұл массадан 9 штук сырники шықты. Осылай алдымен дөңгелетіп алып, үстін пышақпен басып, жан-жағын тегістеп шығамыз. Дайын болған сырникиді қызып тұрған табада орташа отта 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Қуыру үшін майды көп құймағанымыз дұрыс. Қуырып алғаннан кейін 150 градуста қызып тұрған пешке 15 минутқа жібереміз. Мінекей, осымен өте дәмді, жеңіл әрі тез дайындалатын сырникиіміз дайын. Қалауыңызша жеміс-жидектермен, йогуртпен, вареньемен ұсынсаңыз болады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Видео пайдалы болған болса, каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.